Қалай мынау бірде бір оқ тимейді, а? Что-то подозрительно. Бүгінгі видеоның демеушісі бір хабет. Онда үлкен ұтыстар және тез ақшаңызды шығара аласыздар. Ең сенімді букмекер. Тек қана спорт емес, сондай-ақ кейбір спортта бар. Комментариядағы сілтеме арқылы тіркелсеңіздер, алғашқы депозитқа 35 000 теңге менің промокодым арқылы бонус ала аласыздар. Комментариядағы сілтеме арқылы кіріп тіркелеміз. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Әділ. Бүгінгі видеода біздер Шелзидің турниріне қатысқан болатынбыз, яғни мен өз отрядыммен Шелзидің турниріне қатыстым. Бүгінгі видеода сол Шелзидің турнирындағы үздік сәттерді сіздерге көрсететін боламын. Ендеше каналға жазылып, лайк басып отырайық. Сондай-ақ комментарияға 5 сөзден көп кім жазып кетеді, соған 100 алмаз беретін боламын. Рандом арқылы, сондықтан комментарий мен лайк басып кетеміз. Ендеше видеоны көріңіздер. Достар, Шелзидің турниріне қатысып тұрыңыздар. Шелзидің турниріне 1000 теңге беріп, сендер 5000 теңге. Елдер не қылдың, әпәдем сериал түсіріп жатыр, елдер көрем екен оң жағындағы еуроқта. Көрмей қалды. Бүгін деген өте керемет командалар бар. Так что, достар, бүгінгі турнир бізде қызыққа толы болады деп ойдамын. Так что, давайте. Лайк басып орнынан тіркеліп отырамыз, және өздеріңіздің болеть ететін командаларыңыз болса, чатқа жазып отырсаңыз болады. 10-шы тима. Рашқа кіріп келе жатыр. Вендетта, Грозный, және де Казгеймер, және де Паразист KZ. Домбосаға раш жасайын деп жатыр ма, или чо? Вендетта қалып қойды, Мына жерде eSports'ың атысы кетіп бара жатыр екен. Яғни eSports'ың атысын көрейік. Патриот KZ, және де мына жақта Вендетта біреуді, тағы да біреуді өлтірді. Офигеть, Вендетта, что ты творишь? Так, мына жерде қазір өте керемет. Қараңдар. eSports'ың қалай Домбосаны раш ететінін көреміз. eSports'тан үйренетіміз көп бака. Блин, Вендетта? Көтеріп алыңдар, Казгеймер, көтер! Хорош, нок кетті, раш деді. Так, Хорош, Грозный. Просто көрдіңдер, да? Просто көрдіңдер. Бір нокты Казгеймер берді, Домбосаға. И екеу кіріп барда, -3. Все, изи. Грозный просто өзінікін істепті. Так, бізде команда убийства 6, Грозныйда 4 килл, Вендеттада 2 килл, Казгеймерде 0, Парадисте 0. Бірақ 0 болғанымен олардың күштері, яғни көп тиді. Броня жағынан өте жаман екен жағдайлары. Броня жағынан өте жаман. Және де мына жақта қабақтар. Біреулермен кездеседі, Ероханың сол жағынан біреу ататыр. Ероха! Жоқ! Ерохада 81 ақпа, Ероха ноука тет. Қабақ нокет етіп, және де оларды төбелеріне лимдар күтіп атыр. Ероха хорош. Және де біздің отрядта полностью күтіп алды, яғни Грознылар. Грознылар есек бітті, араласып кетті. TJ, Экси, мұнда деген қырылыстар офигеть қалай кетіп атыр. Төбесінен көрмесең. eSports'тар бізде бетонка астыға түсіп алған, изиялар школаны занимать етіп алған. Және де қазір по-любому бізге Казахстарға жүгіру керек болады, ал оны мына жақтағы школадағы eSports просто күтіп алады. Так, Никон жүгірді, стенка қойды, керемет Эван. Неге шеуін жүріп алдыңдар? Фоксилар бірдей етіп бүкіл өмірлерін. Так, ана жақта eSports. eSports'тар неге көрмей қалды? Әлі көрді ма? Экстази. Изи, экстази. Қалай мынау? Бірде бір оқ тимейді, Что-то подозрительно. Красавчики, eSports бізде бірінші раундта топ-1 егер атанды 640 поинтпен 17 килл.
Просто офигеть. Екінші орын eSports 2 алды. 6 киллмен 320 поинтпен. Қазақстар бізде 3-ші орын 270 поинт 5 киллмен алды. Және де бізде 1-ші орын eSports Основа, eSports 2, 3-ші орын Қазақстар. Яғни бетонкада адам бар. Чек етіп отыр. Бүкілін істеп қойған. Әдемі чек етіп отыр. По идее. Керемет, пока что мына жерде бізде. Оу, және де Парадис. Парадис Вендетта Донбоссаға раш етіп келген секілді. Гитлерлер қабақты нок етіп тастады, қабақты да бебайт етіп тастады. Өкінішке орай Бека бізде қашып үлгерді. Бірдеңе етіп қашып, бірдеңе етіп әйтеуір шығып үлгерді. Пассивный атыстар, және мына жерде бізде Вендетта Беканы ақыр қуып жетіп алды. Беканы ақыр қуып жетіп алды. Яғни eSports Казгеймер тағы да біреулер көрді. Және Парадис білет, Донбоссада адам бар екен. Я, білет. Инфа бар адамдардың. Басын бермей, басын берер оған. Что делаешь? Я, қазір рашқа кіруі мүмкін Донбоссаға. Так, пока что активный атыстар жоқ. Бірақ Парадис бізде не істейді екен? Гранаталар ұшты, гранат және good game кірді Парадиске. Бірақ жоқ. Парадиске дым істей алмайды, және Парадис бізде бетонкаға кіріп кетейін деп жатыр, я. Ага, мұнда АФО және НО гильдиясының игроктары жүр Лабутенде, және де бізде зона 10-шы команда, яғни eSports'та болады. eSports'тар просто офигеть. Кто ойнап жатыр? Казгеймер, Парадис, Грозный. О, Парадисті құлап тастады. Және де бізде Грозный мен Казгеймер ғана қалды. Және де 2-ге 2 Казгеймерлар секірді. Грозный стенка қойып үлгерді. Және де соңғы игрок, красавчик Грозный өзінің командасына топыра келді. Екінші рет уже. Молодцы, eSports Основа просто офигенно ойнап жатыр. 8 киллмен 460 поинтпен. Екінші раундта осылай аяқтап отыр. Екінші орында бізде 360 поинтпен 8 киллмен number 1 гильдиясы. Үшінші орында 3 киллмен 230 поинтпен өзен командасы аяқтап отыр. Және де бізде бірінші орында осы раундта eSports Основа 460 поинтпен number 1 өзен, және ағайындар 215 поинтпен 4-ші орында алып отыр. Офигеть. Достар, 3-ші ойында бізде өкінішке орай стрим сөніп қалған болатын, сондықтан 3-ші ойынның жақсы кездерін кесіп ала алмадым. Ал біз 3-ші ойында біздер топ 1 алдық. Сонымен турнирдің қорытындысы бойынша біз 3 ойында да топ 1 алып 1520 поинтпен 1-ші орын алдық. 2-ші орында бізде өзен командасы алды 645 поинтпен. 3-ші орында бізде Қазақстар командасы алды 555 поинтпен. Осындай турнир болды. Осындай турнирда осындай ойын көрсеттік. Енді видео ұнаса лайк басып, каналға жазылып отырыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Әділ. Сау болыңыздар, амандықтар, жүздескенше.